Бірінші тапсырмада үйлесімсіз оқиғалар жұбын жазайық. Үйлесімсіз оқиғалар жұбын жазатын болсақ, ол, яғни ортақ элементі жоқ, ол бізде А және Б, келесі А және С оқиғалар үйлесімсіз оқиға. Келесі екіншісі үйлесімді оқиғалар жұбын жаз дейді. Үйлесімді оқиғалар жұбы. А және Д, А және Д. А мен Д-ны қарайтын болсақ, мынау А, Д екеуіне ортақ элемент А1 екен. Демек, ол бізде үйлесімді болады. Келесі Б және С, Б және С. Одан кейін С және Д. Одан кейін Б және Д. Б және Д. Бұлар бізде үйлесімді оқиғалар жатады. Үшінші, әрқайсысының кері оқиғаларын жазыңдар дейді. А оқиғасына кері оқиға, ол, яғни жазып алайық, тең А оқиғасының элементтері А1 мен А2. Демек, кері оқиға А3, А4, А5. Сол сияқты Б оқиғасының кері оқиғасы, ол болады А1, А2, А5. С оқиғасының кері элементі А1, А2, А3. А1, А2, А3. Келесі Д оқиғасының кері оқиғасы, ол А2, А4. А2, А4. Алдыңғы есеп шартында элементар оқиғалар кеңістігі А, Б, С, Д оқиғалары берілген. Осы бойынша 12 тапсырманы орындайық. Біріншісі, А, Б оқиғаларының қосындысы. Элементтерін жазып шығатын болсақ, А1, А2, А3, А4. Екінші есепте Б қосылған С, яғни Б, С оқиғаларының қосындысы. Элементтерін жазатын болсақ, А3, А4, А5. Үшінші есепте А, Д оқиғаларының қосындысы. Элементтерін жазатын болсақ, А1, А2, А3, А5. Төртінші есепте А, Б оқиғаларының көбейтіндісі. А мен Б оқиғаларына ортақ элемент жоқ, сондықтан осылай жазамыз. Бесінші есепте Б, С оқиғаларының көбейтіндісі, яғни Б-ға да С-ға да ортақ элемент А4. Алтыншы есепте А, Д оқиғаларының көбейтіндісі А1 болады екен. Жетінші есепте А, Б оқиғаларының айырымы, яғни элементтері, яғни Б-ға тиісті емес элементтер енеді. Сонда А1, А2. Сегізінші есепте Б, С оқиғаларының айырымы, яғни С-ға тиісті емес оқиғалар енеді. Демек, А3 болады.
9-шы есепте А-ды оқиғаларының айырымы А2 болады. 10-шы есепте ДА оқиғаларының айырымы болады екен А3 А5. Қарама-қарсы оқиға, яғни ол А2 А4 тең бірінші қосуды орындайтын болсақ жақшаның үшін, онда болады А3 А4 А5. Одан аламыз қарама-қарсы Д оқиғасы А2 А4. Сонда шығады жауабы А3 А5. 12-ші есепте С оқиғасына қарама-қарсы оқиға мен Д оқиғасының көбейтіндісінен аламыз А оқиғасын тең болады. Яғни С-ға қарама-қарсы оқиға ол А1 А2 А3. Көбейтеміз Д оқиғасына. Д оқиғасының элементтері А1 А3 А5. Аламыз А оқиғасын А1 А2 тең көбейтіндіні орындайтын болсақ, онда А1 А3 шығады. Аламыз А оқиғасының элементтерін. Сонда ол А1 А2 тең болады А3.